Келесі 818 есебіміз. 71-ші сурет бойынша боялмаған бөліктер қанша пайызды құрайтынын анықтаңыз дейді. Так, 4-ке бөлінген шаршымыз. Оның 2 бөлігі боялған, 2 бөлігі боялмаған. Сонда 4-тің 2 бөлігі боялған. Боялмаған бөлігі екен ғой, екеуі боялмаған. Енді осыны біз пайызбен көрсетеміз. Пайызбен көрсету үшін 100 пайызға көбейтеміз. Сонда қысқартып жіберейік. Так, 25 болады. Сонда 50, яғни 50 пайызы боялмаған. Келесі екіншісі, так, үшбұрышымыз бізде 4 бөлікке бөлінген, оның 3 бөлігі боялмаған. Енді қанша пайызды көрсететінін білу үшін 100 пайызға көбейтеміз. Сонда так 25 болады, 75 пайызы боялмаған екен. Келесі, так, бізде бөлінген 5 бөлікке, оның 3 бөлігі боялмаған. 5-тің 3-еуі боялмаған. Енді қанша пайызды көрсететінін білу үшін 100 пайызға көбейтеміз. Қысқартайық, 20 болады. 20-ны 3-ке көбейтетін болса 60. Яғни 60 пайызы боялмаған екен. Келесі мына біріншісі, екіншісі деп белгілейін. Үшіншісі, төртіншісіне қарайық. Төртіншісіне шеңберіміз так бөлінді 8 бөлікке. 8 бөліктің 4-еуі боялмаған. Көбейтеміз 100 пайызға. Ол дегеніміз қысқартып жіберетін болсақ, так 50 кетен болады, яғни 50 пайызы боялмаған екен. Келесі 5-шісіне қарайық. 5-шісі бізде 4 бөлікке бөлінді, оның 3-еуі боялмаған. 3 көбейтеміз 100 пайыз. Так, 25, 75 пайызы боялмаған. Келесі 6-шысына қараймыз. 6-шысы так 10 бөлікке бөлінген, оның 6-ауы боялмаған. Ол қанша пайыз көрсететінін білу үшін боялмаған бөлік. 100 пайызға көбейтеміз, 10 болады. Сонда 60 пайызы боялмаған екен. Келесі 819 есебін шығарайық. Сандарының 1 пайызын табыңыз дейді. Пайызын табу үшін біз 100-ге бөлеміз. Сонда 50 санының 1 пайызы, ол дегеніміз сонда 0,5 кетен болады екен. Келесі екінші 75-ті бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 0,175 кетен болады екен. Келесі үшіншісі 13 санын бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 0,113 кетен. Келесі 1000 саны, төртіншісі 1000 санының 1 пайызы бөлеміз 100-ге, ол тең болады 10-ға тең екен. Келесі 5-шісін табайық. 5-шісі бізде 1050 санын бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 10,5 кетен екен. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 9990 санын бөлеміз 100-ге, 99,9-ға тең болады. Келесі 820-шы есебіміз. 590 теңгенің 1 пайызын табу керек бізде. Сонда 590-ды бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 5,19 теңге болады екен. Келесі екіншісі 9 литрдің 1 пайызын табамыз. 9 литрді бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 0,109 литр болады екен. Келесі 700 граммды бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 7 грамм болады. Келесі 9-ның 1 пайызын табу керек, біз ол үшін 100-ге бөлеміз, оның нәтижесі 90-ға тең болады екен.